Сәлем достар, бүгін біз сіздермен лаваш дайындайтын боламыз. Өте жұқа әрі тез дайындалады. Құрамы өте оңай және үйде бар заттармен жасалады. Қамыр дайындаймыз. Ситадан өткен ұнымыздың үстіне тұзды салып, ұн мен тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз және де оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қамырымызды илейміз. Құрамын видеоның астына описанияға жазып кететін боламыз, ол жерден қарасаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ және эластичный болып шығады. 10 минуттай қамырымызды осы видеода көрсетілгендей етіп илеп, 15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп, жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Алғашқы қамырымызды жайып бастағанда, құрғақ табамызды отқа қойып қоямыз, қызып тұру үшін. Видеодан байқағандай болсаңыздар, қамырымыз өте жұқа болып жайылып жатыр және астындағы сызықтар, яғни ковриктің сызықтарына дейін көрінеді. Сондай жұқа қылып жаясыздар. Қызып тұрған табамызға жаңағы жұқа етіп жайылған қамырымызды салып, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды түсіріп алып, үстіне аздап су бүркеміз. Су бүрккеннен кейін бетін орамалмен жауып қоямыз. Орамалмен жауып қойсақ, жаңағы лавашымыз өте жұмсақ болып қатпайды. Жаңағы жайылған барлық қамырымызды осылай екі жағынан пісіріп, барлығының ортасына су бүркіп шығамыз. Дайын лавашымыздан шаурма, донер жасасақ болады, немесе өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай әртүрлі начинка салма салып жасасаңыздар да болады. Менде мына жерде донер жасадым. Лавашымның үстіне сырный соус қостым, пекин капустасы, огурцы, помидор және сыр қосып, орап, екі жағын қызып тұрған табада қуырып алдым. Міне менің донерім дайын болды. Лавашымыз өте жұқа, жұмсақ болып тұр. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.